Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ печеньяның жасалу жолымен бөлісемін. Печенье дайындауды бастайық. 450 грамм ұнға 1 кішкентай қасық қопсытқыш, кішкентай қасықтың ұшымен тұз, 150 грамм бөлме температурасындағы немесе қаттылауда болады сары май ұнға қосып қолымызбен ұсақтап еземіз. Толығымен езгеннен кейін 150 грамм қаймақ қосамыз. Қаймақтың пайызы маңызды емес, бірақ мен 20% алдым. Қасықпен жақсылап араластырамын. Бір жұмыртқа қосамын. Аздап араластырып, 150 грамм қант қосамын. Басында қасықпен араластырамын, жақсылап. Содан кейін қамыр елеймін. Қамыр өте жұмсақ болып шығады, бірақ қолға жабыспайды мүлдем. Тағы да жақсылап елеймін. Жұмсақ болып шығу керек, қатты болып қалмасын. Қолға жабыспайды мүлдем. Және 10 минутқа тындырып қоямын. Бетін жауып. Міне 10-15 минуттай тұрды менде. Кішкене тынды қамыр. Енді екіге бөліп, бір бөлігін шетке алып қоям, ал бір бөлігін қазір жаямын. Жайған кезде ұн сепсеңіздер болады. Бірақ қатты жұқа қылдырып жайудың қажеті жоқ, кішкене қалыңдау болған жақсы. Печенье піскен кезде жұмсақ болады. Содан өте жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Және печеньеға арналған формалармен печенье жасаймыз. Барлығымен печенье жасаймын. Артық қамырды алып тастаймын. Міне печеньелер дайын. Шетке алып қоям. Формаға саламын барлығын. Және екінші бөлігін де тура осылай жаямыз. Жұқа болып кетпесін. Сіздерге толық процесс көрсетіп жатырмын. Печеньеге арналған формалармен печеньені дайындаймыз. Дайын печеньелерді пергамент төселген формаға салып, осы печеньелердің үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Негізі жақпасаңыздар да болады. Үстіне қант сепсеңіздер болады, мак сепсеңіздер болады. Бірақ жұмыртқаның сарысын мен жақтым. 170 градуста 20-25 минут пісіресіздер. Печенье дайын. Өте дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған Гүлфия. Баршаңызға ас болсын.